Кейде тарих ертек қатламлары астында жасырынып жатады. Покахонтас пенен де солай болды. Оның аты халқылар арасындағы достықтың нышанына айланды. Бірақ оның хақиқи тағдиры әдеуір қайғылы еді. Оны әпсанаға, колониялық сиясат һәм романтикалық қиялар үшін қолайлы тымсалға айландырды. Мультфильмнің жарқын қабығы артында ұрлау, мәдени хорлау және де отаннан ұзақта қайтыс болу хақындағы ащы әңгіме жасырынған. Оның өмірі дүниялар тоқнасқан, тынышлық һәмде зорлық арасындағы шекаралар от түтініндей нәзік болған дәуірде еді. Хақиқи Покахонтасты түсіну үшін оннан шығарылған қосқылар һәм қияллардың шекарасынан біраз шығып, басқалардың ойында пиядаға айланған хаялдың дәрті һәм батырлығына ітібар беру керек. Покахонтас хақындағы әңгіме тек қана мұхаббат хақында емес, ал жат мәдениет империясы жолында төлеуге мәжбүр болған хақ хақында. Сіз Жайхун YouTube каналындасыз. Бізбенен жаңа тарихтың бетлеріне сүңгуге таяр болсаңыз, біз баслаймыз. Хиндулар маликасы хақындағы гүррің Дисней мультфильміне бүткіллей ұқсамайды. Яғни Покахонтас ұрлану, шаңырағынан айрылу және де мәдени зорлықты басынан кешірген һәм ватаннан ұзақта өзгеше жағдайларда қайтыс болған хаял. 1995 жылы Дисней студиясы тарапынан дөретілген ажайып мультфильм хинд маликасы менен инглиз жігіті арасындағы романтикалық мұхаббат хақында сөз етеді. Бірақ дегенменен де хақиқи тарих әтеуір құрамалы һәм қайғылырақ. 16 ғасырдың ақырына келіп, Англия патшалығы жаңа дүнияға өз кеңеюін күшейтті. Тек арғы уазипа сауда һәм геосиясат көзқарасынан пайдалы болған тұрақлы халық мекенжайларын құрудан ібарат еді. 1606 жылы Лондон компаниясы, яғни Вирджиния компаниясы түзіліп, оның мақсаты қазіргі Вирджиния аймағындағы жерлерді өзлестіру еді. Дәл осы компанияның басламасымен 1607 жылға келіп, арқа Америкадағы бірінші тұрақлы инглиз колониясы Джеймстаун ауылы құрылады. Бұл жерлер алконгин тілінде сөйлесуші хинду қауымлері ауқамына тиесілі болып, оларға Пауатан атлы жолбасшы басшылық ететұғын еді. Оның тәсірі, тілі, сауда байланыстары һәм үрп әдетлері менен бірігіп тұрған 30-ға жақын жәмиетке жайылған еді. Олар өз дәуірі үшін рауажланған халық еді. Егін егуді білетұғын еді, үй-жай құратұғын еді, ішкі сауданы жолға қойған, рухи сенім системасына ие еді. Европалылардың пайда болу болса, бұл нәзік тең салмақтылықты бұзды. Жолбасшының қызы туылғанда Амонут атын алған, күнделікті тұрмыста болса Маток атыменен танылған еді. Әкесі оған берген Покахонтас лақабы Шоқ Шаддат деген мәнін аңлататұғын еді. Қыз шамаменен 1595 яки 1596 жылы туылған. Европалылар менен байланысты болса, ол шамаменен 11-12 жаста болғанында бастаған. Сол уақытта Вирджинияда инглизлердің кемелері пайда болған һәм 1607 жылда Покахонтас Джеймстаун басшыларынан бірі Джон Смитті бірінші мәрте көрген болуы мүмкін. Инглизлер һәм Пауатан қауымы арасындағы дәслепкі байланыстар хақындағы тек арғы мағлумат дерегі капитан Смиттің күнделіктері еді. Оларда бір-біріне қарама-қарсы мағлуматлар бар. Гей-пара жазуларда ол меймандостық пенен қарсы алынғанын, басқаларды болса тұтқынға алынғанын һәм өлтірілуі керек болғанын жазады. Кейінірек 1616 жылдағы хатында һәм әсіресе 1624 жылдағы кітабында Смит жас Покахонтас оны өз денесіменен тосып, өлімнен құтқарған уақияны
толық тариплейді. Бірақ бұл суретлеу заманауи зерттеушілер һәм Смит замандастарында гүман оятты. Біріншіден, алдыңғы жазуларында ол бұл хақында айтпайды. Екіншіден, ол вақияларды бөлттіріп, драмалық тәрізде суретлеуге бейім адам сипатында танылған еді. Бұл вақия негізінде жат адамды қауымге қабыл ету мәресімінің бір бөлегі болған болуы мүмкін деген пікір бар. Бұл алконген халықларының дәстүрі еді. Смит гүрріңіндегі романтикалық мотив ітімалдан алыс көрінеді. 1607 жылы Покахонтас 12 жастан аспаған, ал Смит 30-дан асқан еді. Негізінде олардың сәубетлесуі Джеймстаунға сапар уақытындағы бірнеше қысқа ұшырасуларменен шекленген болуы да мүмкін. Сол жыллары хиндулер менен инглизлер арасындағы тұрақсыз тынышлық орнатылған еді. Хиндулер азық ауқат жеткеріп беретұғын, бірақ инглизлер ауларға тимейтұғын еді. Бірақ соқлығысулар тұрақлы түрде, әсіресе азық ауқат жетіспеушілігі дәуірінде жүз беретұғын еді. 1613 жылы Покахонтас тұтқынға түсті. Капитан Самуэл Аргал оны хилеменен қолға кіргізді һәм Пауатаннан инглизлерді құрал жарақ һәм таминатты қайтаруды талап етті. Жолбасшы белгілі дәрежеде келісім берді, бірақ оның қызы ешқашан азат етілмеді. Айрым мағлұматларға қарағанда бұл уақытта Покахонтас әлдеқашан қауымлесі Кокумға тұрмысқа шыққан һәм оннан бір қыз перзент көрген еді. Айтылуларына қарағанда Кокум инглизлер тарапынан өлтірілген, ал бала болса тартып алынған еді. Тарихтың бұл бөлегі дәлелдер жетіспеушілігі себеплі тартыслы болып қалмақта. Покахонтас тұтқында болғанда мәжбүри ассимиляция процесін бастан кешірді. Оны Европаша киіндірді, инглиз тілін, христианлықты һәм әдеп ікрамлылықты үйретті. Ол қарсылық көрсетті, гейді киімлерін жыртып таслады. Маресімдерге қатынасудан бас тартты, бірақ басым күшлі һәм системалы еді. Тез арада ол шоқындырылып, Ребекка атын алды. Өмірінің жаңа басқышында Покахонтас темекі сортларын сынап көріп атырған инглиз плантаторы Джон Рэльф пенен танысты. Оның ханшайым менен некесі сияси мәплерді уәде ететұғын еді. Пауатан уақытша тыншылыққа келісім берді һәм Вирджиния компаниясы цивилизация миссиясының үлгілі жемсін алды. Рольфтың өзі де басқа діліне хаялға үйлену дұрыс па, ямасы надұрыс па екенлігіне гуманланар еді. Бірақ ол шоқындырылғаннан соң неке әмелге асты. Ерлі зайыплының Томас атлы ұлы туылды. Неке цивилизациялар ауқамының нышанына айланды. Ал тарихшылар еліге шекем бұл ауқам Покахонтастың өзі үшін қаншерлі ықтиярлы болғанлық хақында тартысады. 1616 жылы Покахонтас күйеуі, баласы һәм делегация менен Англияға жол алды. Ол жерде ол үгіт насихат компаниясының жүзіне айланды. Сарай һәм ақсүйектер оны хүрметпенен қарсы алды. Оны христианлықты һәм мәдени тұрмыс тәрізін қабыл еткен хиндулер патшасы сипатында таныстырды. Покахонтас жәмиет алдында өзін мүнәсіп тұтты. Инглиз тілінде еркін сөйлейді, әдеп ікрамлылық қағидаларына әмел етеді, Европаша киімдер киеді. Бірақ бүткіл саяхат оның қадағалаусыз шөлкемлестірілген болып, инглиз колонизаторлығының табысының көргізбесі сипатында қызмет атқаратұғын еді. Оның жеке тарихы һәм азап ақыбетлері қолайлы аңызға алмастырылған еді. Джон Смит пенен ұшырасу эпизоды диққатқа лайық. Айрым деректер ұшырасу қуанышлы болғанын атап өтсе, басқалары Покахонтастың оның менен сөйлесуден бас тартқаны һәм оны халқына қиянет һәм аяусызлықта айыплағанын айтады. 1617 жылдың бахарында шаңарақ Америкаға қайтып кетуге даярлық көріп жатыр еді. Бірақ қайтып кеткеннен кейін көп уақыт өтпей Покахонтас ауырып қалады. Кеселдік жүдә тез, бір күнде хәуж алады. Оны жағаға қайтарып алып келеді, бірақ құтқарып қалудың іләжі болмайды. Ітімал себеплер арасында іш кету, өкпе ауруы һәмде пневмония болған. Сіңлісі Матачана оны уландырған деп есаплайды, бірақ бұған хақиқи дәлелдер қолда жоқ еді. Покахонтас шама менен 21 жасында қайтыс болды. Ол Графсенттегі Әулие Георгий шіркеуіне жерленді. Қабірдің анық орны 18 ғасырда жоғалған, бірақ ол жерде естелік орнатылған. Күйеуі Вирджинияға қайтып келді, ал ұлы болса Англия
Англияда қалып, Рольфтың туысқанларының тәрбиясына өтті. Покахонтастың өлімі инглизлер менен Поухатанлар арасындағы нәзік тынышлықты бұзды. Көп өтпей 1618 жылы Поухатан қайтыс болды. Қыздың тағдырынан хабар тапқан оның қауымлері қозғалаң көтеріп, колонизаторлар менен қаңлы соқлық-суларға алып келді. Покахонтас әпсанаға айланды. Көплеген америкалылар, әсіресе колонизатор ұрпақтары, оның менен туысқанлығын дәлелдеуге ұмтылған. Болжаулы ұрпақтар арасындағы бірінші ханым Эдит Уилсон, сенатор Джин Шейхин, астроном Персивал Лоуэлл һәм актер Глен Стрэндж де бар. Бірақ бұл шежірелердің бір бөлегі аузекі рауиятлар дәрежесінде қалмақта. 19 ғасыр ақырынан баслап һәм әсіресе 1995 жылдағы Дисней мультфильмлерінен соң Покахонтас образы жәмиетлік мәдениетта белгілі болды. Бірақ Америка Құрама Штатларының жергілікті халқы һәм әзіргі заман тарихшылары бұл суретті апойластырылған, романтиклестірілген һәм хақиқи азап ақыретлерді надұрыс сәулелендірген деп сынға алады. Покахонтас белгіге айланды, бірақ ненің белгісі? Біреулер үшін тыныш сөйлеу һәм мәдениетлар алмасуы, басқалар үшін колонизаторлар зорлығы һәм өзіне тәнлікті жоғалтудың белгісі. Оның құрбанлықлар һәм келісімлерге толы өмірі, ілми, сыншыл көзқарастан қатынас жасауға лайық. Бүгінгі күнде Покахонтас уақиясы апай қауымнен шыққан қыз хақындағы гүрің емес. Бұл мәдени жарақат, өз тағдырын өз белгілеу үшін күрес һәм екі цивилизация арасындағы аман қалуға ұрынулар тарихы болып табылады. Оның келбеті жергілікті халықтардың жат империя үшін төлейтұғын бағасының жанлы еслетпесі болып қалмақта. Ане сондай гәплер хақиқаттан да тарих Покахонтасты әпсанаға айландырды. Бұлдағы артында оның хақиқи шақсын ұмту аңсат еді. Ол қауым баслығының қызы, тұтқын хаял, ана, өзіне жат дүнияда қадір қымбатын сақлап қалуға ұмтылған хаял еді. Оның дауысы хүжетлерде сақланып қалмаған, бірақ біз білген мағлұматлар басқалардың сөзлері арқалы бізге шекем жетіп келген. Көбінесе бұзылған, кейде қастен надұрыс талқыланған мағлұматлар жеткерілген. Соның үшін тарихшылар, антропологлар һәм жергілікті халықлар уәкілдерінің бұл хақиқатты тікілеу үшін істеген харекетлі, жүдә ахметлі болып табылады. Покахонтас енді апайғана әпсана қаһарманы емес, ал ол бір мәдениет набыт болып, басқасы қаліплесі батырған бұрылыс дәуірінің гуасы. Ол бүгінгі келбеті апай нышан емес, ал шақырық есапланады. Және де есте сақлау, құлақ салу, хақиқатлықты әпсаналар менен араластырып жібермеу. Сіз Жайхон каналында болдыңыз. Бүгінгі көріңіміз сізге ұнаған болса лайк басың, комментарий жазың һәм достарыңызға жіберіп қойың. Кейінгі саналарда сіздер менен көріскенше.